Уважаемые подписчики, добрый день всем. Сегодня с утра в 4 часа утра мы выехали с Ганюшкина. Қазіргі таңда Құрманғазы деп аталатын Атырау облысындағы елді мекеннен шығып, Қазақстан Ресей шекарасын өтіп, қазіргі таңда Чечен Республикасын өтіп бара жатырмыз. Енді бұлай қарасаңыздар, құрметті оқырмандар, мен үндеуім осы аналар бар ғой қазіргі таңда. Ойбай, біз әскерге жібермейміз, анда бармаймыз, мұнда бармаймыз, әскердің пайдасы қанша деп. Әскердің пайдасы, мемлекеттің пайдасы бәрінен бұрын осы бейбіт өмірді қамтамасыз етулері. Өздеріңіз білесіздер, мына көрші мемлекетімізде бірнеше жыл бойы осындай қақтығыстарға тап болып жатыр. Сондықтан мына жерде мен 23 жылы келіп едім, осы жерге 26 жылда қал жағдай бар. 23 жылға қарағанда өте қиын деп айта аламын. Кісілердің өздерінің жай-күйі өте төмен деңгейде, сөйлесу қабілеті басқа бір деңгейде деген сияқты. Соғыс болып жатқан мемлекетте ешбір уақытта көңіл күй болмайды. Құрметті жерлестер, сондықтан әскерімізді бағалайық, қадірлейік, мемлекетімізді қадірлейік. Мемлекет басшылығының жасап жатқан бүкіл жұмыс іс-әрекеттерін міндетті түрде дұрыс бағалайық. Жамандауға әркім жамандай алады. Бірақ осы мемлекетіме, өзінің жеріме, еліме бір 5 тиындық бір пайда кетірсем бе деп сондай оймен өмір сүретін азаматтарымыз болса ғой, шіркін-ай.